Астанаға көшпегеніме 7 ай болды. Осы жаққа әбден отбасымызбен сіңістік. Ендеше сіздерге қытымыр қыста, суықта қай жаққа қыдыруға болатынын көрсететін боламын. Уақытты керемет өткізуге. Сондықтан да лүпіл басып, арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көреміз. Жалпы Астана қаласында саяхаттау үшін энергия керек. Ал энергияны беріп, әл қосатын ол әрине таңғас. Таңғастардың барлығы 1000 теңгеден дейді. Мына жақта таңғастардың барлығы 2000 теңге дейді. Әдемі, керемет. Ал мен болсам 2000 теңгелік таңғас және де латте таңдадым. Терезеден себелеп тұрған қарды тамашалап, сүйсініп тамақтандым. Кофейняның ішінде жаңа жылдық атмосфера. Содан біз қарынды тойдырып ап, ары қарай саяхатты бастауға шықтық. Біздің келесі баратын локациямыз оң жағалауда. Көлікпен келе жатып, тазалау жұмыстарына көзім түсіп кетті. Мен қазір Астанадағы өнер мұражайына келдім. Мекенжайы Отырар көшесі 1/2. Ғимараттың сыртқы көрінісіне қарасаң, тарихтың демі сезіледі. Ал ішке кірген сәттен-ақ ерекше атмосфера сезіледі. Бұл жай ғана музей емес, қазақтың тарихы мен рухы сақталған орын. Мұнда 160-тан астам қазақы музыкалық аспаптар қойылған. Домбыраның, қобыздың, сыбызғының сан түрлі нұсқасын көресің. Кейбірін бұрын тіпті көрмегенмін де. Әр аспаптың өз тарихы, өз үні бар сияқты. Сонымен қатар келесі бөлмеде қазақ әйелдерінің ұлттық киім үлгілері бар. Өрнегі, матасы, әшекейі бәрі өте нәзік әрі ерекше. Шынымен де таңғаларлық. Бұл ерекше мұражай, бұл жерде 1600-ден астам аспап сақтаулы. Және бір қызығы, бұл мұражайдың қасында шеберхана бар. Сол шеберханада аспаптардың кәсіби реставрациялануы және одан бөлек аспаптардың қайта жаңғыртылуы жасалады. Біз сияқты қарапайым адамдар жалпы қазақтың қандай аспаптарын білесің. Домбыра дейміз, қобыз дейміз, бірақ мен мына жаққа келіп шыны керек таңғалып тұрмын ше. Әр түрлі тарихтағы аспаптар бар екен, сол туралы да айтып. Жақсы. Халық арасында танымал бір 10 шақты аспап бар деп салайық. Жетігені бар, састырнайы бар, бірақ қазақ халқында 120-дан астам музыкалық аспап бар екен. Және де мысалыға волынканы білесіз ғой, шотландтардың дейді, ойнайтын волынкасы, юбка киіп алып отыратын, ойнайтын. Соның қазақта 5 түрі болған. Тұлып сырнай, мес сырнай, желбуаш, желқабыс, мес қобыз деген өздерінің жазбаларында Қызылорда жерінен көрсетеді, жібек жолымен барған деп. Дауысы 4 шақырымға жететін бір аспап бар. Ол аспап тек осы жерде ғана сақтаулы, оны көру керек. 23 ұрмалы аспап бар қазақ халқында. Бұның барлығы деген соғыс жорық уақытында біз көрген аталарымыздың әңгімесінде мына Қабанбай батырдың 40 дабылшысы болыпты, ол дабыл соққан кезде жау үрейленіп қашады екен деген секілді. Сол аспаптардың барлығы осы шеберханада жаңғыртылып жасалып келе жатыр. Және ең қызығы, біз келген қонақтарымызға көздерінше 20-30 секундта бір кәсіби аспап жасап көрсетеміз. Және 20 секундта өзіңіз де келіп тамашаласаңыз болады. Және соңында викторина кішігірім, яғни біздің лекцияға байланысты, аспаптарға байланысты. Кім дұрыс жауап береді, сол жасаған аспапты сыйға беретін боламыз. Тамаша достар. Мынау деген керемет қой. Бұл жерге республиканың түкпір-түкпірінен оқушылар мен студенттер арнайы экскурсиямен келіп жатады. Себебі мұнда қазақ мәдениетін көзбен көріп сезінуге болады. Және де бұл жерде әрбір қазақстандықты 5-ақ минутта музыкалық аспапты ойнауға үйретеді. Ал мені 2-ақ минутта үйретті. Себебі менде музыкалық білім бар. Яғни нота танимын. Өте ауыр достар. Ол ауырлығы былай тұрсын, мына ерінге тақап үрлеген кезде вообще күш жетпей қалады ғой. Ал ғимараттың өзіне келетін болсақ, 19 ғасырда салынған ағаш құрылыс. Сыртынан қарасаң да, ішіне кірсең де тарихтың демі сезіледі. Егер Астанада жүрсеңіздер, Отырар 1/2 көшесіндегі осы өнер мұражайына міндетті түрде соғып кетіңіздер. Бұл жер расымен де көруге тұрарлы. Ендеше рухани азық алып алғаннан кейін эмоция сыйлайтын жерге барайық.
бұл жақта астаналықтар әлі біле бермейді. Ең бірінші болып сіздер көрудесіздер. Ендеше Сарқырамаға келдік, бірақ жол гарамат емес, ондай көлікпен жүретін болсаңыз қапталына келіп тоқтайсыз. Ал егер жаяу жүретін болсаңыз, онда ар жақта ЖК шарын бар, сол жерден түсіп қалып, жаяу жағалаумен келесіздер. Әдемі. Ендеше кеттік. Қазір мен Астанада Есіл өзендегі ең үлкен Сарқыраманың жанында тұрмын. Ауа райы -30 градус, қақаған аяз. Бірақ соған қарамастан мына су қатпайды. Қақаған аяз болса да, Сарқырамада мұз қатпайды. Өйткені су қалай да болса да ағынымен кету керек қой, дұрыс па? Мына мұздың астында су ағынып жүр. Мына Сарқырамадан қатпаған Есілді көруге болады. Мына жер деген Игра престолов сериалы болып тұр ғой, Зима близко. Жоғарыдан қарасан бәрі мұз сияқты, қабырғалар әппақ мұз болып қатып қалған. Ал дәл астына үңілсен су тоқтамай ағып жатыр. Тірі, күшті, тоқтаусыз ағыс. Бұл көрініс бір сәтке ойға қалдырады. Қанша суық болса да табиғат өз жолымен жүре береді екен. Мұз сыртында, ал өмір ішінде. Астананың дәл ортасында осындай көрініс барын көп адам біле бермейді. Бұл жер тек әдемі емес, қуатты, терең, әсерлі. Менен басқа ешкім жоқ мына жақта. Сіздерге осыны көрсетіп жатырмын, айтып жатырмын. Әбет болып қалған сияқты, я. Ендеше тамақ жеуге барайық. Сөйтіп біз түскі асты Астана қаласындағы этно стиліндегі кафелердің бірінде іштік. Ішіне кірген сәттен-ақ өзіңді қалада емес, бір қазақы ауылда отқандай сезінесің. Айналада ұлттық нақыштар, қазақы өрнектер, ағаштан жасалған жиһаздар, бәрі де өте шынайы, жасанды емес. Ал ендеше тамаққа көшейік. Біз ет тамақ алдық. Сорпа, жайда қуырдақ, сосын астықтай бауырсақ қаймағымен. Ауызда еріп кетеді ғой. Тағамдары нағыз қазақы, еттің дәмі бөлек, сорпасы қою. Ал тары шайға келетін болсақ бөлек әуе. Мұнда асықпайсың, уақыт баяу өтеді. Себебі бұл жер дәстүр мен тыныштықты сақтап қалған жер. Сөйтіп біз қимай далаға шықтық кезекті локацияға. Қыс басталса болды, Астананың бірнеше жерінде осындай мұз айдыны мен мұзды қалашықтар пайда болады. Әсіресе түнгі көрінісі керемет. Біз 10 жағалаудағы, яғни әкімшіліктің тура алдындағы мұз айдынына барып коньки тептік. Өзіңнің конькиіңмен барсан тегін және жалға алуға да болады. Біздің соңғы локациямыз мына еліміздегі ең үлкен шыршаның жағылу сәтіне келіп тұр. Қараңыздар, көзімізше шырша жағылды, өте керемет эмоция сыйлады. Мына жақта концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Астана арена жақта бүкіл астаналықтар осы жаққа жиналуда. Және қала бойынша 6-7 точкеде осындай концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Мен шыны керек өте тәнті болып тұрмын. Керемет әсер алдым. Ендеше бүгінгі күнді қорытындылай келе айтарым, Астана негізі қыста да әдемі, және де қыс айларында да баратын жерлер көп. Видеоға сыймағандықтан көп жерге барып үлгерамадым. Алайда менің көрермендерім арасында астаналықтар болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Бұрындары Астана өте суық дейтін стереотип қазір қалып бара жатқандай. Себебі адамдардың жүзіндегі жылулық, айналадағы ну ормандар, зәулім ғимараттар мен көшенің безендірулері тек қана жанды жылытып қана қоймай, сонымен қатар керемет көңіл күй сыйлайды. Барша қазақстандықтарды Астана қаласына шақырамыз. Сіздермен бірге болған мен АВ Атикус. Қазақ тілді контентті қолдау үшін міндетті түрде лүпіл мен қолдауларыңызды аямаңыздар.